Кейде өзімді жалғыз сезінемін. Қасымда адамдар бар, бірақ бәрі жат сияқты. Өйткені көп адам қасыңда болғанымен сені түсінуге тырыспайды. Бірақ неге солай? Неге біз бәріміз бір-бірімізді сүйеміз деп айтамыз, бірақ іс жүзінде әркім өз уайымына батып кеткен. Өйткені адамдар сүйгенді үйренеді, бірақ тыңдауды ұмытады. Ал тыңдамайтын адам шын сүйе ала ма? Жоқ, шын сүйіспеншілік түсінуден басталады. Сонда мен бәрін түсінуге тырысып жүргенімде неге өзімді бос сезінемін? Себебі сен басқаларды түсініп жүргенде ешкім сені түсінуге тырыспады. Өмір кейде әділетсіз сияқты. Өмір әділетсіз емес, ол бейтарап. Тек біз үмітімізді тым жоғары қоямыз. Ал үмітсіз өмір сүру мүмкін бе? Үмітсіз емес, тек күту мен қабылдауды шатастырмау керек. Айырмашылығы қандай? Күткен адам ренжиді, қабылдаған адам тынышталады. Мен көп нәрседен шаршадым, адамдардың екіжүзділігінен, өтірігінен, өзімді әрдайым дәлелдеуден. Сенің шаршауың өмірден емес, адамдардың шынайы болмауынан. Бірақ адамдар неге шынайы бола алмайды? Себебі шындық ауыр. Көпшілігі жалған күлкімен өмір сүргенді жеңіл көреді. Мен кейде өзімді жоғалтып алғандай боламын. Жоғалтпадың, тек сен енді өзгердің. Өзгеру ол жақсы ма, жаман ба? Өзгеру ауыр, бірақ сол арқылы ғана өсесің. Бірақ мен бұрынғы өзімді сағынамын. Сағыну қалыпты, бірақ ескі өзің жаны өмірге сыймайды. Адамдар кетеді, ал мен қаламын, қайта-қайта сол күйде. Иә, адамдар кетеді, өйткені олар өз жолын іздейді. Ал менше, мен неге олардың бәрін жіберуге қорқамын? Себебі сен ұстап тұруды үйренгенсің, ал өмір жіберуді талап етеді. Кейде өзімді пайдасыз сезінемін, ешкімге керек емеспін деп ойлаймын. Иә, бұл өтпелі сезім, оны бәрі бастан кешіреді. Ал сенде ондай сезім болды ма? Мен сенің ішкі даусыңмын. Менде сезім бар, бірақ қорқыныш жоқ. Қорқынышсыз қалай өмір сүруге болады? Қорықпай емес, қорқынышпен бірге жүруді үйрену керек. Адамдарға сенуді қашан үйренемін? Сену тәуекел, ал тәуекелсіз өмір сүру тірі өлу. Бірақ сенсең бәрібір ренжисің ғой. Иә, бірақ сенбесең мүлде сезінбейсің. Кейде өмір мәнсіз сияқты, бәрі қайталана береді. Өмірдің мәні оның өткінші екенінде. Яғни бәрі өтеді дегің келе ме? Иә, бәрі.
тіпті бұл ауыр сәттерде, бірақ сенің олардан не алғаның қалады. Иә, адамдарға жақсы болуға тырысам, бірақ кейде өзіме зиян келтірем. Себебі сен жақсы болу мен шын болудың айырмасын шатастырдың. Қайсысы дұрыс? Әрқашан шын болу, себебі жақсы көріну уақытша, шын болу мәңгі. Өмірде ең ауыр не деп ойлайсың? Тірі жүріп, іштей өлу. Ал ең жеңіл не? Кешіру, бірақ оны бәрі қиын көреді. Неге? Себебі кешіруді әлсіздік деп ойлайды. Шындығында ол батылдық. Кейде адамдардың бәрін тастап кеткім келеді. Бірақ бәрінен кетсең де өзіңнен қашып құтылмайсың. Сонда не істеу керек? Тыныштал. Өмірден емес, өз ішіңнен тыныштық тап. Бір күні бәрі өзгереді дейді, бірақ менде ештеңе өзгермейтін сияқты. Өзгеріс үнсіз келеді. Көп кезде сен оны байқамайсың. Өмір неге сонша сынай береді? Өйткені сен әлі өспедің, ал өспеген жан сынсыз жүрмейді. Мен шаршадым. Шаршау әлсіздік емес, тоқтау сигналы. Демал, бірақ берілме. Адамды не өлтіреді деп ойлайсың? Үмітсіздік, ал ең өмір сыйлайтыны сенім. Ал егер мен сенімімді жоғалтсам ше? Онда сен өзіңе қайта сенуді үйрен. Кейде бәрі мені ұмытып кеткендей. Жоқ, тек сен тым ұзақ өзіңнен алыстап кеттің. Қайта баруға кеш емес пе? Ешқашан кеш емес. Өмірде бәрін қайта бастауға болады. Тек батыл болу керек. Мен енді түсінген сияқтымын. Нені? Өмір ешкімге қарыз емес екен. Ол бізге тек мүмкіндік береді. Дәл солай. Ал сенің міндетің сол мүмкіндікті бағалау. Яғни бақыт дайын нәрсе емес, солай ғой. Иә, бақыт бұл сәт. Ол сен байқамай жүрген кішкентай тыныштықтарда. Сонда мен бақытты екенмін ғой. Егер осы сәтте жүрегің тыныш болса, иә. Рахмет саған. Маған емес, өзіңе рахмет айт. Өйткені сен бәрін өзің жеңдің.